пайғамбарымыздың ең сүйікті дұғаларының бірі не еді білесіз ба? Аллахумма стамилна ва ла тастабдилна дейді екен. Я Аллахым, қызметіңе мені қолдан дейді екен. Мені қолдан, менің орнымды ауыстырмашы дейді екен. Яғни Алланың қызметіне мені қолдана берші деп сұрайды екен. Ауыстырмашы дейді екен. Өйткені кімде кім Алланың қызметінде болып дүние салса, ол үлкен жетістікке жетеді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда хадис бар. Алла тағала қайсы бір адамды сүйсе дейді, өзінің қызметіне жегеді. Сөйтіп сол қызметінің үстінде жанын алады дейді. Ойлаңызшы, сіз Алланың қызметінде жүріп жан тапсыру деген үлкен нәрсе ғой. Бір жерлерден көріп жатсыз, адамдар сәждеде жатып дүние салады. Қандай керемет нәрсе, намаз оқып сәждеде жатып, сәждеден тұрмай қалғандар бар. Яғни сіз де ақыр өміріңізді осы дінге бағыштадыңыз. Алланың қызметіне бағыштадыңыз. Жігіттер, Алланың қызметі деген ол үлкен нәрсе. Ол Алланың махаббаты. Соның қызметіне жегілу деген, сіздің қызмет, сол қызметке отырдыңыз деген сөз, сізді Алла сүйіп деген сөз. Ол нышан, бір белгі. Ал енді сол Алланың махаббатын ақтауда бар ғой, қазақта сөз бар. Алмақтың да бермегі бар дейді. Немесе салмағы бар дейді алмақтың да. Жаңағыдай бір жерден алдым дегенге қуанбаңыз. Алланың қызметіне қуанбаңыз. Алла тағала сізге мойныңызға жүк салды. Сол жүкті ала алады да керек кезінде. Тартып та алады. Бірақ сіз Алланың қызметінің орнын біліңіз.